Эфирде жаңалықтар. Елордада қазақстандық өндірушілердің 6-шы ұлттық өнім көрмесі ашылды. Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы даму кәсіпкерлікті дамыту қоры ұйымдастырған шараға шағын және орта бизнестің 350-ден астамы қатысты. Онда жеңіл және тамақ өнеркәсібі, машина жасау және фармацевтика өнімдері, жиһаз, ағаштан жасалған тауарлар, зергерлік бұйымдар мен ұлттық киімдер сатылады. Аталған шараға ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров, Бәйтерек холдингінің басқарма төрағасы Қанат Шарлапаев, даму қорының басқарма төрайымы Гаухар Бурибаева қатысты. Көрменің ашылуына үкімет басшысы қатысып, кәсіпкерлерге қолдау көрсетті. Оның айтуынша, биыл жалпы құны 1,7 триллион теңге болатын 165 жобаны іске асыру жоспарланған. Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы даму қоры ұйымдастырған көрме 22 мамырға дейін жалғасады. Мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған жалпы кредиттік портфель 57%-ке артып, 3,4 триллион теңгені құрады. Ағымдағы жылы аталған іс-шараларды іске асыру үшін республикалық бюджеттен 195 миллиард теңге қосымша қарастырылған. Өндірістің қайта өңдеу саласындағы импорт өткен жылы 38 миллиард долларды құрады. Ұлттық өнім көрмесіне Қазақстандағы тұңғыш кілем фабрикасын ашқан кәсіпкерге қатысты. Қазір компания 400-ден аса адамды жұмыспен қамтып отыр. 2012 жылы құрылған. Сол сәттен бастап біз мемлекет тарапынан көптеген қолдауларды алып келеміз. Оның ішінде бастысы осы даму агенттігінің тарапынан бізде көптеген жеңілдетілген несиелер алып келеміз. Кілемдеріміз біздің ішкі нарықтан бөлек өзіміздің көрші мемлекеттер, бұл Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан және де Ресей Федерациясына экспортталады. Біздің кілемдеріміз Еуропа нарығында да сатылады. Айта кетерлігі, биыл даму қоры субсидиялау және кепілдік беру бойынша 42 мыңға жуық жобаны қолдауды жоспарлап отыр. Наргиз Бекмағамбетова, Жандос Битабаров, Хабар 24.